Сәлем оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Кезек сатылымдағы жер үйімізді келіп тұрмыз. Енді мен сіздерге керемет вариант тауып қойдым. 32 миллион теңгеге 5 бөлмелі жер үй, және де алдағы уақытта коммерциялық бағытқа қолайлы бізде жеріміз сатылымға шыққалы отыр. Ал кәнекей, осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Мен сіздерге қазір неге ондай баға, не үшін қойылып отыр, қандай керемет вариант екенін сіздерге таныстыра шығатын боламын. Бұл енді көшемізге келетін болсақ, қаламыздағы Әл-Фараби аймағы Жасалыс көшесінің бойында орналасқан ынтымақ бірінші көше, екінші үйіміз. Осы алдымыздағы үйіміз сатылымға шыққалы отыр. Неге мен бұл көшеден бастап отырмын? Өйткені алдағы уақытта коммерциялық бағытқа ыңғайластырылған бізде жеріміз орналасқан. Общий 12 соттық жер, 13 соттық жер, оның 8 соттығы осында коммерцияға. Алдағы уақытта тағы да бір үй салып алсаңыздар болады. Мына жағымыз жаңа Қорқыт көшесі, ал мына жағымыз Сағынбаев көшесінің екі орталығында орналасқан. Мына жағымызда Светлый каналды білесіздер, қазір сарқырама болып, әдемі болып өзгерейін деп отыр алдағы уақытта. Енді бұл Жасалыс көшесінің көрінісі осындай. Жеріміз мінекей. Оның да жері қоршалған, ар жағында үйіміз тұр. Үйімізге қарай баратын боламын. Бірінші коммерциялық жерді сіздерге бір көрсетіп шығайын. Алдағы уақытта кез келген кәсіпорында ыңғайластырылған. Бұл енді жеріміз. Алдағы уақытта супермаркет ашасыз ба, осы жолдың бойынан, немесе саммой ашасыз ба, енді өзіңіздің фантазияңызға қарай кез келген кәсіп түрін бастасаңыздар болады. Енді үйімізге қарай жүрейік. Мінекей Жасалыс көшесі. Былай қарай ынтымақ бірінші көшеге түсеміз. Жақындайық, сосын бірден тағы да түсіремін. Оқырмандар, үйіміздің сату көрінісі міне осындай. Ынтымақ бірінші көше, екінші үй. Осында қызыл вороталы әдемі үйіміз. Есігіміздің алдында осында әдемі ағаштарымыз егілген. Жаңағы мына тұста видеоның басында бастаған Жасалыс көшесі көрініп тұр. Сіздерге енді түсінікті болу үшін барлығын айтып түсіндіріп жатырмын. Енді мінекей ауламыздың көрінісі осындай. Бұл үйіміздің салынған жылы 2005 жылғы қамбесек материалынан соғылған. Ауламыз мінекей стяжкіленген. Жалпы 5 бөлмелі жер үй, қос постройкалар бар. Мына жақта коммерцияға ыңғайластырылған жері бар. Соның барлығын ойластырғанда жалпы бағасы мен қолайлы деп ойлаймын. Бау-бақшамыздың орны, ар жағында времянкамыз орналасқан 2 бөлмелі. Мына тұста артық заттарды қоюға арналған сарайымыз бар. Мына тұста летний кухнямыз орналасқан. Бұл жаққа да газ кірілген. Үйіміздің сыртқы көрінісі міне осындай, аккуратный, сырты әктеліп, әдемі болып тұр. Үйімізде тамаша, қазір көресіздер оны. Сыртқа әжетханамыз орналасқан. Мынау жаңағы жеріміздің көрінісі мінекей. Осы жерден жаңағы жерді көруге болады. Ал енді оқырмандар, үйіміздің ішкі көрінісі, еңіздерді бөлмелерінің барлығымен кезек таныстыра шығатын боламын. Кіреберіс аймағымыз, кіргеннен кейін оң жағымызда үйіміздің санитарлық торабы қарастырылады. Бізде әжетханасы мен газы осы жақта орналасқан, қол жуатын орнымыз. Үйіміздің ваннасы бөлек орналасқан. Кіргеннен кейін турамызда үйіміздің ас бөлмесі. Ас бөлменің көрінісі осындай. Еденіміз кафельденген. Жалпы үйіміздің аурасы жалпы таза үй. Қазір таңда ешкім тұрып жатқан жоқ. Алдағы уақытта сатып алған жағдайда бірден көшіп келіп тұра берсеңіздер болады. Мына тұсымызда үйіміздің жаңағы жуынатын орнымыз, ваннамыз орналасқан, рестораны бар, толықтай кафельденген. Үйіміздің ішкі ауданы 127 шаршы метрді құрайды. Мына тұсымызда холл, осы холлдан барлық бөлмелер тараған. Қараңыздар, қандай керемет, аккуратный ремонт жасалған, барлығы талғаммен. 3 жатын бөлмесі бар бізде. Мына тұсымызда үйіміздің жатын бөлмесі орналасқан, бірінші жатын бөлме. Мына тұсымызда екінші жатын бөлмеміз орналасқан. Бөлмелердің барлығы кең, енді ауқымды етіп жасалынған. Мына тұсымызда үйдің қонақ бөлмесі, 2 тереземіз қойылған, әдемі люстра, барлығы керемет. Осы кіреберіспен кірдік. Мына жаңа айтқан холлымыз. Мұнда үйдің 3-ші жатын бөлмесі. Бұл жаққа үлкен қып встроенный шкаф қойған, енді біраз зат сиятын. Осындай 3-ші бөлмеміз бар біздің. Ал енді оқырмандар, осы үйім сатылымда толық ақпарат білу үшін астында көрсетілген телефон нөміріне хабарлассаңыздар болады.